Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен сіздерге витамині көп және кептірілген дәнектермен жасалған салаттың бірін жасап көрсететін боламын. Әрі жеңіл, тез дайын болатын салаттардың бірі. Бұл жерде бізге пісірілген қызылшаны, 4 қызылшаны қолданамыз. Одан кейін миндаль, фисташки дәнегі, одан кейін мейіз, сонымен қоса оливковое маслоны қолданатын боламыз. Қызылшаны, піскен қызылшаны осылай майда етіп тураймыз. Қызылшаны мүмкіндігінше кішкентайын қолданғандарыңыз дұрыс, себебі өте тәтті дәмі болады. Дайын болған мына қызылшаны, осылай бәрін турап дайындаған қызылшамыздың үстіне мейіз бен фисташкиді саламыз. Бұл жерде миндаль дәнегін мүмкіндігінше сыртқы қабығын алып тастап, одан кейін оны 2 бөліп салсаңыздар дұрыс болады, себебі жегенге де ыңғайлы болады. Барлығын қабығын осылай алып тастаймыз. Дайын болған миндаль дәнегіміз дайын болғаннан кейін біз оның үстіне оливковое маслоны қолданамыз. Бір ас қасық қолдансаңыздар жетеді. Міне оливковое масло қолданғаннан кейін жақсылап араластырамыз. Сіздерге айтқандай тез, жылдам дайын болатын салаттардың бірі. Достар, сіздер де менің рецепттерімді үйде жасап көреді деген сенімдемін. Әр рецептімді жасап үйде көрсеңіздер болады. Барлығын қуантады деген сенімдемін. Және де сіздерге айта кететін, менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий жазып кетсеңіздер болады. Дайын болған салатымызды осылай әдемілеп тарелкаға саламыз. Міне салатымыз дайын. Ас болсын. Үйде жасап көріңіздер. Өте керемет салаттардың бірі. Сау болыңыздар.